Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін біз БРТ аппаратыменен қаншайым қызымызға қазір диагностика жасаймыз. Аппарат қосылып тұр ма, бәрі дайын ба? Мінекей, тест басталды. Бұл жерде міне көрсеңіздер болады, мінекей. 12 мүшесіне 47 органға түгел мінекей тест жасап жатыр. Тест бір минутқа жетер-жетпес уақытта уже дайын болады. Мінекей тестіміз дайын болды. Қазір осылай қазір қызымыздың біз жағдайын анықтайтын боламыз. Міне, жалпы жағдайы. Мамасы қайда екен? Мамасы келіп қарап көріп тұрсаңыз болады. Мінекей қан. Жалпы, мынау бірінші бізде баланың жалпы жағдайы. Қан айналымында минимальный нарушение дейді, өте азғантай нарушение бар екен. Ас қорыту жүйесінде қуықта кішкене воспаление бар. Барлық жерде міне басында кішкене минимальный нарушение көрсетіп тұр. Қазір өзіңіз тағы да анықтап қарайсыз. Енді мына жерде де міне бастың қан айналымында кішкене минималды нарушение көрсетіп тұр. Жүрегінде, жүрегінен ауырып еді балаңыз? Қарғысы болған. Жүрегінде кішкене өзгеріс бар екен. Қан айналым басында, қан айналым жүйесінде көрсетіп тұр. Жақында тамақ ауырып еді? Жөтеліп тамақ ауырған беді, тамағында сол жерде, одан кейін асқазанында кішкене өзгеріс көрсетіп тұр. Мочевой пузырь, бала зәр шығаруы дұрыс емес екен ғой, өйткені маткада, мочевой пузырьда мінекей өзгерістер бар, оның бәрін қазір сізге түсіндіріп айтып беретін боламын. Мінекей мынау. Енді мынау жасыл полоскада тұрған, бұл жақсы. Балада аса бір қауіпті ештеме жоқ деген сөз. Бұл жасыл, ортада жасыл нормасы. Енді мына жерде мінекей баланың қызарып көрсетіп тұрғандар, кішкене воспаление бар деген жерлер көрсетеді. Мінекей селезенкада көрсетіп тұр. Одан кейін мінекей өтінде көрсетіп тұр. Бала тамақтану дұрыс емес қой. Өт жолынан көрсетіп тұр. Сонымен қатар бұл баланың бүйрегін тексертіп бердіңіздер. Бүйрегінде песок көрсетіп тұр. Неке көріп жатсыз ғой, бүйректе песок көрсетіп тұр. Так, енді қазір позвоночнигін көреміз. Мынау жап-жасыл жерлер, бұл жағдайы жақсы деген сөз. Ал енді кішкене қызарған, сарғайған жерлер, бұл кішкене өзгерістер бар жерлерді көрсетеді. Қазір сіздерге анықтап көрсетіп беремін. Қыздың көзін көрсетіп тұр қазір. Мінекей осылай бүткіл барлық жағдайын осылай көрсетіп анықтауға болады. Міне қазір даже аурасын көрсетуге болады. Міне балада мына аурасы түгел жабық тұру керек. Мына балада аурада көріп тұрсыз,
мына ең сыртқы қабаты көк, одан кейін жасыл қабат тұр, одан кейін сары, одан кейін қызыл қабат тұр. Мына тесік өтіп кеткен, бұл балаға тіл көз тез тиеді екен, иә? Мінекей аурасы тесік балалар, мінекей. Мына жердің тесілген себебін көрдіңіз ба? Мына маткаға суық тиген. Мына бала жиі сиіп қоя ма? Міне маткаға суық тигеннің есебінен мына аураның мына жері кәдімгідей тесіліп тұр. Міне мочевой пузырь, мінекей қуығына суық тигендіктен аура тесілгенін көрсетіп тұр. Міне осылай жаңағы 12 мүшесін, 47 органды осылай анықтап, бәрін көріп шығуға болады. Қазір мамасы түгел анықтап қарайды, түгел диагноздарын, одан кейін балаға кішкене жаңағы қай жерін емдету керек, қай жеріне не жетіспей тұр, соның бәрін анықтап аласыз. Осылай диагностика жасатуға болады.